Сәлем қыздар, кешкі асқа осындай ерекше тағам дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші етімізді соломка қылып, яғни ұзынша етіп турап аламыз. Етіңіз жас малдың еті болса, үлкен етіп турасаңыз болады, яғни жуандау етіп. Осылай етіміздің барлығын турап аламыз. Одан кейін табамызға май құйып, етімізді салып қуыруға жібереміз. Етімізді баяу отта кішкене қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін үстіне су құйып, кішкене тушить етеміз. Яғни қақпағын жауып қоямыз кішкене пісуіне қарай. Одан кейін брокколимізді пісіреміз. Ол үшін суымызды бірінші қайнатып аламыз. Сақырлап қайнап отырған судың ішіне брокколимізді салып, жуып, тазалап салып, тек қана 2 минут немесе 3 минут пісіреміз. Болды, одан артық ұстамаймыз, қыздар. Содан кейін осындай ситаға салып, ағып тұрған салқын суда үстіне өстіп су құйып суытып аламыз. Міндетті түрде салқын сумен суытып аламыз. Өйткені біздерде егер салқын суға салмасаңыз, ол пісу процесі жалғасады да, брокколиміз былшырап кетеді. Осылай салқын суға салып қоямыз. Одан кейін морковымызды осындай жіңішке етіп турасаңыз да болады, және немесе мен құсап осылай қабығы шетінен турап алсаңыздар да болады. Кішкене үлкендігін бөлеміз. Одан кейін перецімізді де ұзынша етіп қалыңша турайсыз. Мықты жіңішкелемеген жақсы, переціміз езіліп кетеді. Одан кейін қуырылып жатқан етіміздің үстіне бір былғап алып, осындай әдемі сұр түске енеді. Морковымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Морковымызды қуырып болғаннан кейін перцімізді салып, кішкене отта ұстаймыз. Көп қуырмаймыз перцті, тез пісетін тағам өйткені. Осылай былғап кішкене жауып қоямыз қақпағын. Оған дейін сумен, терияки соусымен, сіздер соя соуспен ауыстырсаңыздар да болады, және тұз салып, осылай сумен былғап аламыз, яғни соус жасаймыз. Осы суымызды қайнап жатқан, қуырылып жатқан етімізбен, морковымызбен, перціміздің үстіне құямыз. Қақпағын жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін шашылып тұратын күріш пісіреміз гарнирге. Майымызды қыздырып аламыз, үстіне жуылған күрішімізді салып, майға қуырамыз жақсылап. Осы майға қуырғанның арқасында біздің күрішіміз жабыспай піседі. Үстіне бір саусақтай, яғни бір елідей су асып тұру керек. Су құямыз. Суды тұздасаңыз да болады күрішті, ал мен тұздамадым, өйткені подливымның тұзы жақсы болды. Осылай суымыз бір қайнағаннан кейін астын бұқтырып, қақпағын жауып пісіруге жібереміз. 10-15 минуттың ішінде пісіп шығады күрішіміз. Мінекей біздің дайын болған, пісіп тұрған тамағымыздың үстіне брокколиді, яғни соңынан саламыз. Брокколиді тамақтың буы басылғаннан кейін салған дұрыс. Мінекей күрішіміз әдемі болып, шашылып, жабыспай күшті болып пісті. Қара жіберсеңіздер де болады. Бұл майға қуырылғанның арқасында осылай піседі. Асымыз дайын, енді тарелкаға салып ұсынамыз. Ол үшін осындай үлкен тарелка алдым. Шұңғыл тарелканың ішіне салып алдым. Осылай кейін қарай аударғанда әдемі подача шығады. Осы кішкене жабысып қалса, өстіп бұрап алуға болады. Яғни күріштен ұяшық болып шықты. Өзіңіз қалауыңызша сәндейсіз, мен тек туралған қиярды қоя қойдым. Помидор қойсаңыз да болады. Подливымызды араластырып, ұяшықтың ішіне саламыз. Өте дәмді тамақ болды. Үйдегілердің бәріне ұнады. Міндетті түрде жасаңыздар. Жақындарыңызды тәтті тағаммен қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Сіздермен болған Ақмарал. Астарыңыз дәмді болсын.